Арнайы бөбекжайлар мен балабақшалар ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың барлық санаттары үшін ашылады. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды арнайы бөбекжайлар мен балабақшаларға психологиялық, медициналық, педагогикалық консультациялардың қорытындысы немесе ұсынымдары және ата-аналардың заңды өкілдердің келісімімен қабылданады. Психологиялық, медициналық, педагогикалық консультацияларда балалардың ерекше білім беру қажеттіліктерін қайта бағалау ата-аналардың бастамасымен білім беру ұйымдарының тапсырысы бойынша және психологиялық педагогикалық қолдау қызметінің шешімі негізінде ата-аналардың немесе заңды өкілдердің келісімімен жүзеге асырылады. Егер де мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында арнайы бөбекжайлар мен балабақшалар болмаса, онда балалардың санаттары бойынша арнайы топтар құрылады. Арнайы топтардағы балалар санының толықтырылуы бұл мектепке дейінгі ұйымдарға, сәбилер ұйымдарына қойылатын санитариялық, эпидемиологиялық талаптар, санитариялық қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады және сол жерде қарастырылған. Есту қабілеті зақымдалған, көру қабілеті зақымдалған, тірек қимыл аппараты бұзылыстары бар балаларда зияты зақымдалған жағдайлар кездескен жағдайларда арнайы бөбекжайлар мен балабақшаларда жеке арнайы топтар ашылады. Арнайы бөбекжайлар мен балабақшалардың қызметін және оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми-практикалық орталығы жүзеге асырады және аталған орталық бекітілген тақырыптық жоспарға сәйкес оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады, яғни үлгілік оқу бағдарламаларын әзірлейді, оқу-әдістемелік ұсынымдарды дайындайды және бұл әзірлемелердің барлықтары сұраныстарға және қажеттілікке сәйкес құрастырылады. Наш детский сад шестигрупповой. Язык обучения русский и казахский. 4 группы с нарушением зрения и 2 группы с нарушением речи. Для психолого-педагогической поддержки детей созданы все условия. В штате имеются специальные педагоги, тифлопедагог, логопед, дефектолог, психолог. Для всех специалистов оборудованы кабинеты. Они оснащены специальными техническими, компенсаторными и развивающим оборудованием. А также у нас в детском саду есть кабинет окулиста, где дети получают аппаратное лечение ежедневно. Есімім Гүлім Дәулеткелдіқызы. Осы дефектолог мамандығын жұмыс жасап жатқаныма 15 жыл болып қалды. Осы балабақшада 2 жылдай жұмыс атқарып келе жатырмын. Қазіргі таңда мынау көріп отырғандарыңыздай дефектологтың, логопедтің бөлмесі. Бұл жерде балалармен қазіргі таңдағына үлгілік бағдарламаның міндеттеріне сәйкес барлық әдістерді кіріктіре отырып жүзеге асырамыз. Яғни бұл жерде Монтессори технологиясы, Деничтің кубиктері, түрлі түсті суджок терапиялары, түрлі ойындардың барлығы, трис технологиясы бар мына жерде. Барлығы бірге қарастырылған, еткені ол ең тиімді балаларды ұйымдастыру кезінде ең тиімді әдіс тәсілдердің барлығын жинақталып, кіріктіріп түрде қазір ұйымдастырып жатырмыз. Қабырғалардағы құралдар және қабырғадағы суреттер барлығы бізге көмекші құрал ретінде өте көп пайдасын тигізеді. Себебі балаларды кейде топтан кабинеттерге апару кезінде балалар сұрақтарға жауап аламыз, немесе балаларды қайталап тұру арқылы қарапайым адамда баспалдақтан түсіп келе жатқанда баспалдақтың санаттырамыз, буындарды айтқызамыз, суреттерді талдатамыз, сұрақтар қоямыз, қызыл тауып берші, сары тауып берші, маған қанша нөмірде мысалы шар бар деген сияқты сұрақтарды қою арқылы біз балалардың өткен тақырыптарын еске түсіруге көмектесеміз және баланың сөйлеу тілін ары қарай дамуына, сөздік қорларын қолдана алуына, таным үрдістерінің толық қалыптасуына осылар бізге көмекші құрал ретінде көп пайдасын тигізіп жатыр негізі. Бұл уже біз таяқшалармен, жасай алатын біз уже таяқшалармен.